Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге тағы да Hero каналға тіркеліп кетейік достар. Көбейіп жатыр күннен күнге, сіздерге мыңнан мың рахмет. Так, бүгін өзгеше рубрика түсіретін боламыз. Ол рубриканың аты жекпе-жек деген болатын. Жекпе-жек деп рубриканы әлі түсірмеген адам білмеймін, бірақ өзім алғаш рет түсіріп жатырмын. Бұл ешкім түсірген көрген емеспін өзім. Так, бұл рубриканың ережесі барлығы бір қатарға сапқа тұрады. Осы гильдияменен, өзіміздің гильдияменен жаңа достардың құрылған состав бұл. Сол себеп сіздерді гильдияға кіру үшін проверка өтулеріңіз керек. Одан кейін комментарияға жазып, достық тастап отырсаңыздар, дружба, соны қабылдап араларыңыздан таңдап отырамын. Активный игроктарды. Так, бір қатарға тұрып алып, енді мына жігіт таңдайтын боламын бірінші. Так, екінші қазір өт вперед. Так, сен шықшы. Өлтіріп қойасың. Тимур бар екен, бірақ ұрып 65 қыпын алып кетті. Так, Жәнібек шақырсам екен. Так, Жәнібектің шыққысы келіп тұр ғой. Шына түсінбеді, Жәнібек шыға берсін, жарайды. Шық Жәнібек, екеуің төбелесіңдер. Так, бір кім өлтіреді? Мен қазір не қоям, флаг қоям, жауап. Сол жерде жиналатын болады. Так, төбелес, Жәнібек қашып жүрген несі? Төбелес, ұр. Тактикасы қашып жүру болу керек па, бір біле ғой, ұрамазын да. Так, бірге бір, опа. Кімді кім алады? Біреулер аптечкалар алып келген болса, жолдан оларға кішкене жеңіл болады, себебі аптечка жеп алады. Ал аптечка жоқтарға қиын болайын деп тұр. Опа, Жәнібекті өлтіріп тастады. Твист. Так, твист өшеге тұра тұр. Так, бірінші раундта екінші жұпқа кезек берейік. Так, сен. Осы екеуін түсіндір. Так, давай, ұрындар. Ал кет, төбелес. Ұр. Ой, молодец. Рейдмейді ұрып ұйықтап тастады ұрыс. Давай, так. Енді Бекнұр, давай, Бекнұр бас. Бекнұр кетті. Так, Бекнұр мекен сіздер, мынау кім екен білмеймін. Негізі көбісіне осыны көп киім киіп алу керек еді негізі. Келесі жолы осылай түсірдім. Так, Бекнұр екеуі. Оппана. Әлбекті өлтіріп тастады. По-моему, сүйіндік өлтірді. Мен кім екен. Көрмей қалдым. Так, енді сендер давай. Ақырында жұп болмаған адам уақыт амал жоқ өтеді ішіне рандом болып. Негізі бір-екі адамымыз түсінбеген сияқты бұл рубриканы. Так, мұны жігіт өлтіріп тастады. Давай, бірінші раунд бітті. Сен өте тұр, пока ана жақта бір адам келеді, әзір сонымен түсетін боласың. Так, ал 5 адам, 6-шы адам сыртта жүр. Әлі іздеп жүрген сияқты, или сеті қуып жүр ма білмеймін. Кесе төбелесіп жатамыз, кемесе өтіп кете береді. Так, екеуің екінші раунд басталды. Таяқ жерге тасталды. Давай. Кім? Опа. Қыпсы азайып кетті. Ал кім? Сүйіндік па? Так, қарайтын боламыз. Так. Опа. Нұржас өліп кетті. Давай, мына жерге тұра тұр. Так, мына жерге твист. Твист емес бұл, кім шығар. Так, опа, сен екеуің түсіндір шығар. Жаңа ойнамаған біреуі, енді әдейі түсіріп жатыр екеуін. Так, мына жігіт сүйіндікті өлтіріп тастады. Сүйіндік. Так, енді сен амал жоқ өтіп тұрасың. Екінші раунд бітті. Так, үшінші раундқа кеттік. Қатарға тұрып алыңдар. Тағы да. Ал үшінші раундымыз басталайын деп жатыр. Так, басталыпты кетті. Опа, мына жігіт ұрды. Так, мына екеуің төбелесіңдер давай. Төртінші адам келді міне. Төртінші адам осы жігітті міне. Сеті қуып жатыр екен. Так, екеуің төбелесіңдер давай. Ал полғондар бас. Артқарам, артынан періп жүреді басына. Так, ұр. Осы қыпсағыз сияқты бағанағыда емес, төбелесем өт. Так, үшінші раунд бітті. Давай енді. Давай, зонаға. Кеттік зонаға. Зонада ойнайтын боламыз. Кеттік, давай, зонаға. Жүгірді, кет. Зона.
Финал раунд басталды. Кет бас. Ал кім алады екен? Алмазды кім алады? Алмазды. Нұржігіт ала ма жоқ әлде? Так. Финалға прямо ішіп кеткен мына жігіт ала ма? Кім екенін білмей тұрмын, несіне қарап. Так, көрейік. Опа, Қырғызбай екен ғой. Қырғызбай Қырғызстанға алмазды алып кете ма да? Нұржігіт алмазды иеленіп кетті. Құтты болсын. Нұржігіт 280 алмазың.